Сәлематсыңдар ма, балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Сауат ашудан бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Х еліне саяхат. Х дыбысымен әрпі. Бұл сабақта сендер Х әрпін танисыңдар, ажыратасыңдар және оны дыбыспен сәйкестендіресіңдер. Құрамында Х әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисыңдар. Х әрпін көркем жазып үйренеміз. Қане балалар, мына бір тапсырмаға мән берейік, тыңдайық. Сәлем алып алыстан, туысыңнан таныстан, келетүгін хат хабар қай әріптен басталған? Қане балалар, қай әріптен басталып тұр? Х әрпінен басталып тұр екен. Х дыбысымен әрпі. Қане, Х дыбысымен әрпін айтып жіберейікші бәріміз хормен. Дұрыс айтасыңдар. Х. Х. Қалай айтылып тұр балалар? Кедергіге ұшырап айтылып тұр. Созыла ма? Жоқ, созылмайды. Кедергіге ұшырап айтылады. Демек, Х қандай дыбыс екен? Х дауыссыз дыбыс екен. Тамаша. Балалар, біздің сыныпқа хат келіпті. Қане сол хатты ашып көрейікші бәріміз. Хаттың ішінде не бар деп ойлайсыңдар? Хаттың ішін ашып оқиық. Міне балалар, хаттың ішінде мынандай бізге өлең жолдары жолданыпты. Нан қиқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Міне балалар, қандай хат келіп тұр екен бізге? Яғни нан қиқымын шашпау, жерде баспау, жинап, оны құстарға, торғайларға тастау деген, яғни бізге үлгі өлеңін жолдап тұр екен. Әрине балалар, ас атасы нан. Қалай ойлайсыңдар, нансыз өмір бола ма? Әрине болмайды. Ас атасы нан. Барлық өзіміздің ішкен, жеген тағамдарымыздың ең үлкен атасы не екен? Нан. Әрине нансыз өмір жоқ. Сондықтан нанды құрметтеп, қастерлеп, шашпауға тырысайық. Ол нан бұл дастарханға қалай келеді балалар? Білеміз бе? Ең алдымен диқандарымыз жерді жыртып, егін егеді. Сол күзде жыртып қойған жерлеріне көктемде егін егіп, жаздай жаңбыр жауғанын тілейміз әрине. Жаңбыр жауып, егініміз жерге шыққаннан кейін күз бастала, олар сарғайып не істейді балалар? Піседі. Сарғайып піскен бидайымызды диқаншы аталарымыз жинап, оны қайда апарады балалар? Оны міне балалар, үлкен-үлкен цехтарға әкеп ұн жасайды екен. Ұнды наубайханаға апарады екен. Наубайханада тәтелеріміз бен ағаларымыз қамыр илейді екен. Ал иленген қамырдан ағаларымыз бен тәтелеріміз әр түрлі нан пісіреді екен. Міне балалар, көріп тұрсыңдар, қаншама адамның еңбегі бар екен. Яғни, демек бұл нанды не істеуіміз керек? Қастерлеуіміз керек. Нансыз өмір жоқ бізге. Дұрыс айтасыңдар балалар, тамаша, өте жақсы. Енді Х дыбысымен әрпі қандай дыбыс дедік? Дауыссыз дыбыс дедік. Оны қандай текшемен бояймыз? Әрине көп текшемен бояймыз. Жақсы. Мына бір сөзге қараңдаршы балалар. Кәне оқиықшы буындап. Шахмат. Х дыбысы қай жерінде кездесіп тұр? Сөздің ортасында. Тамаша. Демек, Х дауыссыз дыбыс. Х дыбысы сөздің басында кездеседі және сөздің ортасында кездеседі. Сөздің соңында кездеспейді. Міне балалар, Х дыбысы тек қана қай жерде кездеседі екен? Басында, ортасында. Ал сөздің соңында Х дыбысы кездеспейді екен. Тамаша. Енді оқулығымыздағы бірінші тапсырманы оқимыз. Кәне, бірге оқиық. Хат, хабар, халат, шахмат, хайуан, хайуанат. Бірінші бағандағы сөзде қай жерінде кездесіп тұр? Басында. Екіншісінде басында және ортасында. Ал үшінші бағанда әрине басында. Демек, сөздің соңында кездеспеді, е? Жақсы. Ал келесі тапсырмамызға қараймыз. Мына сөздерден, мына буындар сөздерге хана деген буынды жалғастырып, жаңа сөз жасаймыз балалар. Кәне, бәріміз хормен оқиық. Кітап хана, шебер хана, ас хана,
аурухана, шайхана, емхана, дәріхана, ұстахана. Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Кітапхана деген сөзде балалар буынға бөлейікші. Кітапхана. Қанша буын екен? Дұрыс айтасыңдар. 4 буын. Жақсы. Қанша дауысты дыбыс? 4 дауысты дыбыс. Жақсы. Х дыбысы қай жерде тұр? Сөздің ортасында тұр. Тамаша. Келесі тапсырмамыз, өлеңді мәнерлеп оқимыз. Халел қарап қалмайды, Хамитке хат арнайды, хоккей добы керек деп хабарлайды, хал жайды. Тамаша балалар, бұны Ермек Өтетілеуұлы деген ағамыз сендерге арнаған өлең екен. Бұл өлеңде қандай балалар туралы айтылып тұр? Халел, Хамит. Жақсы. Хамит не істепті? Хат арнапты. Халел не істепті? Хат арнапты. Кімге? Хамитке. Тамаша. Не деп? Хоккей добы керек деп. Жақсы. Тамаша. Өте дұрыс айтасыңдар. Келесі тапсырмамыз. Сұрақтардың жауабын болжа. Диалогты оқы. Сен кітапханада болдың ба? Қандай кітаптар алдың? Және кітаптарды таңдауыңа кім көмектесті? Міне балалар, осы сұраққа жауапты дайындап, үй тапсырмасында маған орындап жібересіңдер. Өте жақсы. Енді балалар, Х дыбысының жазу үлгісіне қараймыз. Бәріміз тақтаға қараймыз. Х дыбысының үлкен әріпіне қараймыз. Қанша элементтен тұрады екен? 2 элементтен. Ал кіші әріпі ше? Кіші әріпі де 2 элементтен тұрады екен. Тамаша. Ендеше дәптермен жұмыс. Дәптеріміздегі жұмысты орындаймыз. Жақсы балалар, тамаша. Ендеше үйге тапсырма. Осы Х дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасап, дәптеріміздегі жұмысты орындап, және жаңағы сұрақтарға жауап жазып, жауап беріп орындап келеміз. Назарларыңызға көп-көп рахмет.